Now I found you. Now I found you. And now my prayers been answered. Now I found you. Why did it take so 안녕하세요, 쌤블기의 로즈. 오늘은 제가 새로운 video랑 돌아왔습니다. деп қояды 쌤블기의 로з. Бүгін бізде новый аватарка TXT тобымен жасалған TXT Tomorrow by Together. Бұл японский альбомнан алынған фотосет қой деймін. Концепт фото One деп аталып тұр. Бірдеңе Wonderland деген Chaotic Wonderland па или какой-то ағылшынша дұрыс оқи алмаймын, конечно, но все же оқып үйреніп бастау керек. Өйткені қазір бүкіл жерге керек. Новый жұмыс іздеп жүрмін. Сол новый жұмыс іздеген кезде ағылшын тілін білсеңіздер, өте сіздерді тез алады жұмысқа. Қазір өте қиын жұмыс табу, особенно маған, мен өзімнің қаламда, сондықтан да осы алдыңғы жұмысымнан шаршап жүргенім сол. Бірақ сонда да осы жұмысына барыңа рахмет айтайсың, енді пока новый жұмыс тапқанша осы жұмыста енді шыдай тұруға тура келеді. Бұл аватаркаға келетін болсақ, енді бұл ноябрьдің 13-інде жасалған екен, 2021 жыл. Бұл жерде мен октябрьда ма, немесе октябрьдің соңында, ноябрьдің басында мен новыйдан ноутбук алған едім. Қазір соның кредитін өтеудемін. Сол ноутбуктың арқасында сіздер на новый интроны, на новый видеоларды көріп жүрсіздер. Апта сайын мен сіздерге новый фотошоп видеоларды жіберуге тырысып жатырмын. Маған бәрібір сіздерге қызық бола ма, қызық болмайды ма, себебі бұл менің жұмыстарым, менің уақытым, менің бөлген және менің портфолиом ретінде болатын болғандықтан мен бұны видеоға салып жүрмін және де компьютерден өшіріп жүрмін. Қазір тапсырыс онша жоқ. Тапсырыс болмаса да мен басқа да бұрынғы видеоларды салуға тырысып жүрмін. Бұрынғы менің қандай қателік жіберіп, қандай дизайнда аватарка істегендерінің бәрі сол жерде бар. Видеоларды жіберіп жатырмын сіздерге ақырындап 2018 жылдың, 2017 жылдың сөйтіп ақырындап біз 2022-ге дейін баратын боламыз. Но все же 2022-ден мен ары қарай да, если тапсырыс болмаса, төмен түсе беремін. 2021-2020 деп сөйтіп бүкіл видеоны көрсеткенше мен видеоны каналды апдейт ете беретін боламын. Сондықтан да менен шаршап қалмаңыздар. Бұл жерде аватарка жасағанда мен сіздер көрдіңіздер, бір фотода объект өте көп. Және де, если бір фотода объект өте көп болған жағдайда, бұл жерде фотоны қию өте қиын болып кетеді. Өйткені объектілердің бәрі сіздерге мешать ететін болады. Быстрое выделениемен. Сондықтан да быстрое выделение көмектеспесе, оған тағы да қосып басқа құралмен істеуге тура келеді. То есть бұл құралдың атын мен уже ұмытып қалдым қандай екенін, но сіздер білесіздер, ол үшбұрыш сияқты бір-бірден сызып плюспен минуспен қосып көбейтіп, плюспен қосып, минуспен алып тастап, керек жерлерін сөйтіп қиюға болады. Групповой фотоның ең қиыны, сіздер оны бөліп қиып отыруларыңыз керек болады. То есть каждый мембердің басын қиып, каждый мемберді бөлек қиып алуға тура келеді. Бәрін бірдей қиып алу өте қиын, сондықтан да бұл жерде біраз уақытты отыруды талап етеді, но все же результат того стоит. Аватарка өте әдемі шығады. Мен негізі бұрыннан бері аватаркаға групповой фотоны қосып жүремін всегда, потому что бұл өте әдемі шығады. Групповой фотоны бүкіл дизайнерлер қия бермейді, ал мен басқа дизайнерлерден онша қайталай бергенді ұната бермеймін. Маған қазіргі дизайнер ұнамайды, особенно бір төртбұрыш фото немесе бір домалақ аватарканы істей салады и артындағы фонды өзгерте салады. Маған ондай дизайн ұнамайды. Мен хотя бы екі жағына болсын, екі сурет қойып, ортасына домалақ қылдырсам да, хотя бы төртбұрыш қылдырсам да, хотя бы ортасында бір миниатюраны келтіріп, одан кейін екі жағына екі түрлі фотолар қойып, әдемі үйлесімді сондай аватаркалар жақсы көремін. Сондықтан да мен бұл традицияны, бұрынғы кездегі қолданып жүрген дизайнды мен жоғалтып алмайын деп, қазір ондай дизайнмен істейтін адамдар өте аз.
почти жоқ деуге де болады. Сондықтан да мен соны сақтап қалайын деген оймен сондай аватарка жасап жүрмін. Неге мен дизайнерлерім сондай, дизайным сондай деп сұрайтын болсаңыздар, менің ответім осы. Басқа ответ мен сіздерге бере алмаймын. TXT'дің егер сіздер оны тыңдайтын болсаңыздар, соңғы шығарған альбомы өте керемет. Өйткені мен де соңғы кезде оны тыңдап жүрмін. Маған ұнайды. Thursday Child деп аталады ғой. Thursday's Child ба? Тыңдаймын, өте күшті. Кейде TXT маған инстаграмда рекомендацияға түсіп қалады. Менде особенно білесіздер, мен Engine екенімді, мен Enhypenның видеоларын основном көрем. Но соңғы кезде взаимодействиялар көбейіп кетті, маған қатты ұнайды. TXT мен олар нені түсірген, TikTok'ты түсіріп, одан кейін қазір 70 мен hot деп түсіріп жүр. Это очень меня радует, и скоро камбэк. Бүгін күшті жаңалықпен сіздермен бөліскім келеді. Enhypen'де 4 июльда камбэк. Соған мен қатты қуанып жүрмін. Аватарка сіздерге ұнады деген үміттемін. Сіздер бұны интрода көрген боларсыздар. Бұл аватарканы интрода тұр бұл. Егер менің фотошоп интромды көрген болсаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Лайк басып көріп жүргендеріңізге алғысым шексіз. Менде адам активность өте аз, сондықтан да хотя бы осылай болсын. Кім көріп жатыр, қанша адам көріп жатыр, лайк басқан адамдарды көріп жатырмын. Сіздерге үлкен рахмет, алғысым шексіз. Қолдап жүргендеріңізге рахмет. Әлде келесі видеода кездескенше. Аньян. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine.